Сиқырлы жүзік. Бір шаруа күні бойы тынбастан еңбек етіп қатты шаршайды. Маңдайдағы сорғалаған терін сүртіп біраз отырып демалмақшы болады. Бір кезде алдынан кішкентай адам пайда болады. Оған дауыстай сөйлеп: ей адам, таңның атысының күннің батысына дейін тұрмастан тырбанып еңбек етесің, бірақ бұдан ешқандай пайдаң жоқ. Жылы жүректі, қайырымды, намысты бір адамсың. Бұл үшін саған бір жақсылық істегім келеді. 2 күн күншығысқа қарай тура жүр. Алдыңнан орман шығады. Орманның ішіне кіре ортасына дейін бар. Сол жерде басқа ағаштарға ұқсамайтын, олардан өзгеше үлкен бір арша ағашы бар. Ол ағашты кескен кезде саған бақыт есігі ашылады дейді. Кедей мұны ести салысымен балтасын иығына салып жолға шығады. 2 күн жол жүріп, ғажайып үлкен арша ағашына табады. Балтасын қайрап, көп күш жұмсап әдер дегенде ағаш жерге құлатады. Сол кезде ағаштың жоғарғы жағындағы ұядан 2 жұмыртқа жерге түседі. Жұмыртқалар біраз домалап барып жарылады. Біріншісінің бүркіттің балапаны шығады, екіншісінен алтын жүзік көрінеді. Бүркіттің балапаны лезде өсіп, адамның бойымен бірдей болады. Ұшпақшы болып қанатын қағып адамға: ей адам ұлы, сен мені құтқардың, саған борышымды өтеу үшін алтын жүзік беремін. Бұл сиқырлы бір жүзік. Жүзікті тілегіңді айтып, саусағыңды айналдырсаң, қалаған нәрсең орындалады. Бірақ жүзіктен өміріңде бір-ақ рет тілек тілейсің. Тілең орындалған соң жүзік сиқырын жоғалтып, жай бір жүзік болып қалады. Сондықтан тілегіңді айтпастан бұрын жақсылап ойлан, әйтпесе кейін өкініп жүрерсің дейді. Бұларды айтқаннан кейін бүркіт аспанға көтеріліп, егіншіні айналып ұшып, шығысқа қарай қанатын самғап көзден ғайып болады. Егінші де қуана жүзікті саусағына салып үйіне қарай жолға шығады. Тапа-тал түсте бір қалаға келіп кіреді. Сөрелер жүзікке толы. Зергерлік дүкеннің алдына келеді. Ішке кіріп, зергердің қолындағы жүзіктің қанша тұратынын сұрайды. Зергер жүзікті әрлі-бері айналдырып, ернін шүршитті. Енді 2 алтындай болады дейді. Қарқылдап күлген егінші жүзіктің сиқырлы екенін, оған ешқандай бағаның жетпейтінін айтады. Зергер қара жүректі адам, арам адам болатын. Егіншінің сөзін естігенде көздері жанып, жүрегі қызғанышқа толады. Жылы-жылы сөйлеп, егіншінің үйіне шақырады. Сіз сияқты қымбатты, бақытты адамды үйіме шақырмасам маған бақ қонатын шығар. Бүгін кешке үйге қонаққа келіңіз, өтінемін сізден дейді. Егінші бұл ұсынысты қабыл алып, екеуі зергерлердің үйіне келеді. Ол егіншіге тәтті тамақтарын, сусындарын ұсынған. Егінші ұйқыға кеткен кезде зергер аяғының ұшымен басып, бөлмеге кіріп, ақырын сиқырлы жүзікті ұрлап алып, орнына ұқсайтын жай жүзік салып қояды. Келесі күні күн шықпай жатып, зергер егіншіге келіп: ей досым, тұр кәні, әлі алдында ұзақ сапар бар, ертерек жолға шықсаң жақсы болар дейді. Егінші елең алдында жолға шығады. Егінші үйден ұзамай жатып, дүкеніне жүгіріп барған зергер ешкім көрмесін деп, есік терезесін мықтап жауып, орындыққа келіп отырады. Жүзікті қолына айналдырып, 100 000 алтын болса деп сөзін аяқтағанша, үсті-үстіне жылтыр-жылтыр алтын жауа бастайды. Басына, иығына, арқасына, қолдарына жауған алтындар денесін ашытып ауырта бастайды. Зергер жанталасып арлы-бері қаша бастайды. Есікті ашып жанын құтқармақшы болады, бірақ есікті аша алмайды. Үсті-үстіне жауған алтындар адамның үсті-басын жара қылып, ақыры жерге құлайды. Ал алтындар болса тоқтамай жауа береді. Бөлменің ішін алып кеткен алтын адамды көміп тастайды. Шуылды естіген көршілер жүгіріп келгенде алтынның астында өліп жатқан зергерді көреді. Алтынның мұндай көптігін пәлекетке әкеліп соғады. Әр нәрсенің бар болғаны да адам үшін зиян деп өзара сөйлеседі. Зергердің ешкімі жоқ болғандықтан ақшаны көршілер бөлісіп алады. Ал қайырымды егінші болса, қуанышта шатыр үйіне келіп жүзікті көрсетіп: мынаған қара сүйікті жұбайым, бұдан кейін қалаған затыңның иесі бола аласың. Тәңірім бізге шапағатын тигізді, бірақ біз тілек тілеместен бұрын жақсылап ойланайық дейді. Әйелі ойланбастан: біз егістіктен басқа не тілеуші едік, жер жетпейді бізге, жер тілейік дейді. Жоқ, бір жыл тырысып еңбек етсек, бағымыз жанса, ол жерді ақшамызға сатып аламыз дейді егінші. Ерлі-зайыпты екеуі тынбастан еңбек етеді. Жиған, терген мол болып ақшаларын жинап, егістікті сатып алады. Қалталарында да ақша қалады. Егінші әйеліне: көрдің бе, егістікке еңбегіміздің арқасында алдық, жүзіктен де тілек сұрамадық дейді. Әйелі: жақсы, онда олай болса жүзіктен бір ат пен бір сиыр тілейік дейді. Сол кезде егінші қалтасындағы ақшаны шытырлатып: мұндай іс үшін жүзіктен көмек сұраймыз ба? Егістікті де еңбек етіп, қалай алсақ, сиыр мен атты да солай аламыз дейді. 1 жылдан соң ат пен сиыр сатып алады. Егінші қуана қолдарын ысқылап: жүзіктен бір тілек сұрамадық, бәрін маңдай терімізбен алдық дейді. Әйелі қастарын қағып күйеуіне жүзіктен тілек тілеуін талап етеді. Бұрын сен тілегіңді орындалу үшін Аллахқа жалбарынып шығынушы ең. Тілегіңді берді. Қазір бәр қолыңда, бірақ тынбай еңбек етсең шаршайсың, тыныш отыратын жағдайың бар, жылдар өтіп жатыр, патша да бола аласың, егістіктерге мрамор сарайларға, алтындарға ие бола аласың, бірақ нені қалайтыныңды әлі де тыңдаған жоқсың дейді. Әйел оған:
Егінші Құдай үшін аузыңа ие бол, біз әлі жаспыз, алдымызда ұзақ өмір бар. Жүзіктен бір тілек сұрасақ, одан кейін оның қадірі болмайды, барлық сиқырын жоғалтады. Қиын жағдайда тап болмайтынға кім кепілдік береді? Өмірдің біз үшін не тағайындағанын қайдан білеміз? Бізге не жетпейді? Жүзік қолымызға келгелі қанша заттың иесі болдық. Бүкіл көршілер таң қалуда. Барлығы бізге қызыға қарайды, ойланып сөйле дейді. Осылай ерлі-зайыптылар арасындағы келіспеушілік бітеді. Шынында да жүзу үйге бақыт әкеледі. Қоймалары жыл сайын астыққа толы болады. Көп жылдар өткен соң кедей егінші бай адам болады. Тыным таппастан еңбек етіп, кедейлерге көмек беріп, кешке есігінің алдында отырып, келіп кеткендерді қарсы алыпты. Жылдар зулап өтіп жатыпты. Жалғыз қалғандарында әйелі ерінің жүзіктен тілек тілеуін сұрайды. Бірақ егінші әлі сұрайтын тілектің кезек келмегенін айтып, әйелін тоқтатады. Кейде егінші саусағындағы жүзігін айналдырады, бірақ сол уақытта ешқандай тілек ойламауға тырысады. Арада 30-40 жыл өтеді. Егінші мен әйелі қартаяды. Екеуінің де шаштарына ақ түседі, бірақ жүзіктен ешқандай тілек тілемейді. Бір күн ажал есіктерін қағады. Шаршаңқы, бірақ намысты өмір өткізгеннен кейін ерлі-зайыптылар жандарын Аллахқа аманат етеді. Жерлейтін кезде басында балалары, немерелері келіп жылап отырады. Біреуі атасының қолынан жүзігін шешіп алмақшы болады. Екіншісі соған қарсы болып, атамыз жүзікті өзімен бірге көмілуін қалайды. Өмір бойы оның қатты қадірледі. Бұл жүзіктің құпиясын сінбедік, онда бір сыр бар. Қалай болса да өте қымбат ескерткіш болу керек. Үлкен әжеміз де жүзікке жиі қарайтын еді деп жүзікті әкесімен бірге көміпті. Балалары таппаған соң құпияның сыры адал еңбек екен. Мұны олар өскен соң түсініпті.